қара домалақ қызы. Мама? Мам, бұл Бейонс Ноуэлс. Бұл шетелдің атақты жұлдызы. Қазіргі қыздар көбінесе сөйтеді. Жұлдыздардың суреттерін салып қояды. Қанағат Мұстафин Құрманғазыұлы 1984 жылы 6 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келген қазақстандық режиссер әрі сценарист. Одан бөлек 1999-2001 жылдар аралығында баскетболдан Қазақстан жастар құрамасының құрамында ойнаған. 2007 жылы Канайдар Продакшн компаниясын құрды. 2010 жыл ең үздік спорт фильмі картинасы Халықаралық Атлант 2011 фильмдер фестиваліне арнайы сыйлықты иемденген. 2011 жылы ол режиссерлік еткен жаңа жылдық кино Думан шоу бағдарламасы телеарна телеарнасынан көрсетілді. 2016 жылы ең табысты картина тізіміне енген 16 қыз фильмін таспалады. Итальянский шуба Қытайдан $1000-ға әкелдім дейсің бе? Қанша? Мынадай керемет қалыңдықты тауып кетейін, а? Шуан бір бәлеге ұшыраған сияқты. 2018 жылы «Самая красивая» және «Той любой ценой» атты екі бірдей туындысы жарыққа шығып, халық ықыласына бөленді. Келесі жол пойыз барайықшы. Жетістіктері 2011 жылы Лос-Анджелесте Нью-Йорк фильм академия студиясында мүшелікке еніп, режиссерлік шеберлік бойынша білімін жетілдірген. 2017 жылы Телепорт атаулы мини-сериалындағы жұмысы барысына тың ерекше режиссерлік көзқарасымен қоғам көзіне түсті. 2010 жылы облысқа сіңірген еңбегі үшін номинациясы бойынша шабыт конкурсында мәре тұғырынан көрінді. Бағыты комедия және драма.